Мектеп, жинал, тік тұр. Соңғы қоңырауға арналған салтанатты жиын аш деп жариялаймыз. Жас түлектер қақты бүгін қанатын. Сәулелік күн жүрекке от жағатын. Кім ұмытар қоңыраудың сыңғырын, жүрегіңе мәңгі ұялап қалатын. Балалық шақ, бал көңілдің көрпесі, ол өмірдің ең қызықты еркесі. Әр күнінде аунап қунап алар ем, әттең бірақ қысқалығы келтесі. Орта кезім, есің жиған кезбе бұл, ой туғызар басты кеңес сөзге бұр. Ақыл білім, қайрат еңбек асулар, алар белес шалынатын көзге нұр. Алға қарай қадамдарын бастады, талапкердің айтылар сөз дастаны. О жас түлек, бәрінен де баянды, ашық болсын өміріңнің
аспаны. Басқа білім қонақтатқан, самұрықтай қанат қаққан түлектер. Ой қиялдың күйін тапқан, оттай лаулап жиі соққан жүректер. Мақсаты бар алға қойған, болашаққа бағдар қойған ол қыздар. Асқары шың таудай заңғар, аспандағы алау жанған жұлдыздар. Ойын, бойын ел қатарлы үдетей, жүрген жерін қызыл жасыл гүлетей. Түлектері 12-ші сыныптың, алдарыңа келіп қалды мінекей. Армысыздар қадірлі қонақтар, аялы ұстаздар, арқа сүйер ата-аналар және мектеп бітіруші жас түлектер. Мы рады приветствовать вас на празднике последнего школьного звонка 2020 года. We are happy to welcome all guests, teachers, and parents of a big celebration, where for all grades 12 will ring the last bell. Бұл күні біздің оқушылар өз өмірлеріндегі ең бір тәтті кезең, уайымсыз шақтың күндермен, 12 жыл мектепте оқыған жылдармен қоштасуда. Және дәл бүгін олардың әрбірі жас түлек сөзі өте жылы қабылданатын болады. Жаңа өмірге қадам басқалы тұрған мектебіміздің 69 түлегі алдарыңызда. Сегодня мы поздравляем юношей и девушек, стоящих на пороге своей новой, самостоятельной жизни. Выпускники, последний звонок, который совсем скоро прозвенит для вас, станет символом будущих побед, блестящих открытий и прекрасных свершений. Биылғы түлектер, болашақта Аль-Фарабидей өткір ойлы, Абайдай дана, Ұлы Отан соғысының батырларындай қайсар мінезді, еріктілердей ашық жүректі болатындарына сеніміміз мол. Себебі биылғы шығарылым 2020 жылдың атаулы күндермен аталған ұлы есімдердің мерейтойларымен қатар келіпті. Осынау айтулы мерекеде өзінің жүрек жарды лебізін білдіру үшін Көкшетау қаласындағы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің директоры Оразбекова Зульфия Қыдырәліқызына сөз береміз. Құрметті мектеп бітірушілер, сіздерді бүгін соңғы қоңыраумен шын жүректен құттықтаймыз. Биылғы жыл расында да ерекше жыл болып отыр. Бірақ осыған қарамастан сіздердің арнайы осы 12-ші сыныпқа арналған соңғы қоңырау мерекесіне дайындалып, сіздерге өз лебіздерімізді білдіруге рұқсат етіңіздер. Құрметті балалар, құрметті мектеп бітірушілер, сіздерді шын жүректен осы мерекемен құттықтаймыз. Әрқашанда жолдарыңыз ашық болсын, дендеріңіз сау болсын, аңсаған өздеріңіздің армандарыңыз бәрі орындалсын, таңдаған мамандықтарыңыздың үздігі болыңыздар деп айтамыз. Әрқашанда бақытты болып, осы біздің Қазақстан Республикасының жақсы азаматтары болыңыздар деп шын жүректен айтамыз. Дорогие наши выпускники, дорогие наши ребята, этот год получился у нас необычным, особенным. Но несмотря на все это, мы для вас не могли оставить 25 мая без внимания и решили поздравить вас вот так вот через онлайн и пожелать каждому из вас, ребята, прежде всего крепкого здоровья, успехов, удачи вам. Мы хотим сказать вам, что мы вас очень любим, что мы всегда с вами. Сейчас вы выбираете себе специальность, профессии, и пусть выбранная вами профессия прослужит вам очень долго. Хотим сказать, чтобы вы были успешны во всем, будьте лидерами, будьте успешными, будьте достойными гражданами нашей республики. Удачи вам, ребята! Біздің түлектеріміз мектеп қабырғасының бетке ұстар тұлғалары, мақтаныштары. Олар мәдениеттің, ұлттық құндылықтардың, мектеп дәстүрінің насихатшы шәкірттері. Олар әлбетте кіші және орта буын сыныптары үшін еліктеу нысаны, үлгі тұтар адамдар болып табылады. Вчера первоклассник, сегодня выпускник. Эта связь неразрывна. Сейчас для вас, выпускники, прозвучат поздравления от первоклассников, для которых вы являетесь авторитетом, и от тех, на кого вы равнялись, когда были помладше. Это выпускники 2019 года. Жас түлек сен өлгімсің бір менің, артта қалар арман қуып жүргенін, есін деме, ең алғаш рет мектепке тарыдай болып кіргенін.
қолға қалам ұстадым, құшақ-құшақ гүлдерді де құшқанын. Есіңдеме ең алғашқы қоңырау, ең алғашқы ұстазын. О жас тілек, естеліктер ол есеп, жол бастаған жарқын болсын келешек. Айыз пен сәтті көп-көп шаралар, есіңде ме жаңалықтар жобалар. Сен қанықтың қаймағына білімнің, осылайша іргетасын қаланар. Жас түлектер аудан үміт жүйесті, талабының туған енді тиісті. Ел ертеңі үшін болған еңбекпен, еңсеріңдер биік-биік белестім. Есіңде ме мектеп үшін кезгенің, физінің табиғилік ең кездерін, тақырыптық жиындаға қатысып, көңіл шалқып оттай жанған көздерін, мол әрине қуанышты сәттерін, бұл жайында әңгіме де көп сенің. Жиі-жиі түсіп тұрсың есіне, Назарбай еркелік мектебін. Спортпенен түзу бойын ғұмырлы ой, түлектерің денсаулығың шымыр ғой. Қыран құсы сияқтысың биікте, тұрар тұсың міне осы тұғыр ғой. Денсаулыққа байланбасын әрісің, қызық өтсін сенің өмір жарысың. Ойна, секір, жүгір, тізе бойыңды, тыңдап алда жүрегіңнің қағысын. Мынау сенің бәзбайығы кенішін, бұл ортада кеңейіп ет өрісін. Кітапхана қазынының қазаны сорпа болып сапырыл сен ел үшін. Әділдік пен сабырлықтың мекені, бұл кітаптар бәрімізге жетеді. Бейбіт қару алысан, аң қорғансан, қалқан болып кетеді. Ақыл қалта арнасынан толыңдар, кітап оқып үлкен адам болыңдар. Мектептің жүрегі мәжіліс бұл залын, ашатын әр жанның қырларын, сырларын. Қанша рет бұл жерде емтихан тапсырып, қойылым қарап, TEDx'ке қатысып, концерт көріп, әндерді тыңдадым. Сахна тұр әлі өзгермес еш үні, қобалжу жойылып, қорқыныш өшеді. Әр елдің дәстүрін ұғынған жас түлек, әлемнің әр қырын балақтан кешеді. Оқуға талаппен табиеттің таласы, ұшылы көп болған асқаның қарашы. Осы жер ас ішіп қуатты артырған, секілді бір әулет бар ойдан баласы. Сыныптар шырқынай есігі айқара ашылып, әрқашан тұратын жайғаны. Әр сабақ ерекше өтіші еді ғой, отырған кезін көп болды ма ойлана. Сол сабақ, сол тәлім ертеңгі күніне жол сәлте беретін құралдың бірде ағалар, әпкелер, ескі сәт ендеше ел үшін қам жаса, түнілме күлімде. Сабақтан кейінгі уақытын үйреме, үйретер бәрінде үйлескен элемент. Шахматпен, роботпен дебаттың осында, вокалын суреттің бейінде елген. Санқырлы өнерге бауылған ғажап іс, тәртіппен талапқа шақырған таза күш. Жас түлек қадамын күт болсын дейміз дем. Болашақ жылдарға біз дихать жазамыз. Учителя с улыбкой встречали, добротой согревали, идти к своим целям всегда помогали. Верили в вас каждый день, каждый час, видели лучшее в каждом из вас. Учили критически мыслить и рассуждать, в интеллектуальных спорах всегда побеждать. Но вам предстоит еще много узнать, что-то оспорить, а что-то принять. И где бы вас судьба не носила, и где вы место свое не нашли. Помните учителей и родную школу, которую с любовью когда-то пришли. It's just the beginning, your future is bright. We know you will gain the goals in your sight. We just want to wish you the very best. May knowledge forever be part of your quest. Көп
азамай, кран қанат қағарсыз, таптырмаған сан сылрылды табарсыз. Білім атты бар өмірдің бастауы, шамнан қырақ жағарсыз. О жас тілек сан тарапқа барарсыз, мың қалықта бір жазыққа қонарсыз. Өркенетке өркенетіп баптаған елге қолдау боларсыз. Жас тілектер, бір халықпыз, бір еліміз, біз сіздерге арқамызды сүйеміз. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің 2020 жылғы түлектері. Сіздерді мектеп қабырғасын тәмамдап, үлкен өмірге қадам басуларыңызбен құттықтай отыра, қалаған армандарыңыздың орындалып, алға қойған мамандық иесі болуларыңызға шын жүректен тілектеспіз. Қымбатты түлектер, мен сендерді бүгінгі мерекелерімен шын жүректен құттықтаймын. Тағдырларыңыз жұлдызды болсын. Өмір жолында кездескен бар қиыншылықтарды абыроймен өткізіп, асқақ армандарына жете беріңдер. Талапты, батыл әрі өршіл болып, өздеріне деген сенімдеріңіз әрқашанда нық болсын. Әлемнің қай жерінде болсаңдар да, аяулы мектебіміздің атын асқақтап жүре беріңдер. Дорогие выпускники 2020 года, поздравляю вас с окончанием школы. Школьные годы преподнесли нам многое, но и студенческие годы полны невероятных моментов, истории, возможностей, ну и, конечно же, людей. Сейчас настал тот период, когда вам нужно выбрать тот путь, по которому вы будете идти долго и упорно. Поэтому я желаю вам удачи и терпения. Дорогие выпускники, поздравляю вас с этим днем. Хочу пожелать вам счастья, здоровья и, конечно же, благополучия. Желаю вам найти именно ту стезю, в которой вы сможете реализовать себя на все 100%. Никогда не сдавайтесь. Всего вам самого наилучшего. Graduates of 2020, I wish you to be brave enough to follow and reach your dreams. And don't be afraid of that uncertainty in your life that you're facing now, because you will always find your own way. Салют всем выпускникам! От всей души, от всего сердца поздравляю вас с окончанием школы. Впереди вас ждут потрясающие студенческие годы. Ваш выпуск особенный, поэтому оставайтесь особенными. Удачи и успехов вам во всем! Ұстаздар, қандай ғажап халықсыздар. Шәкіртке шындай биік алыпсыздар. Жан біткен жанарына нұр сыйлаған, күндей боп күлімдеген жарықсыздар. Келесі құттықтау біздің қымбатты ұстаздардан. Дорогие ребята, добро пожаловать в НИШ. Через несколько минут вы войдете в царство ссоров, Сочи и бесконечных элективов. Вопросы есть? Вопросов нет. Идем дальше. В какой бы класс тебя определить? Только может не, быть, только не. Хочу учиться с Калией Ивановной. Хочу с ней танцевать на зимнем балу. Так. 12 А! Да будет у нас уже последний звонок или нет? Я же сказал, последний звонок будет в режиме онлайн. 2 равно 4. 2 равно 4. Он же старшеклассник, зачем он это повторяет? За неделю до Сочи не только это будешь повторять. Лига чемпионов начинается через 5 минут. Наконец-то! Наконец-то футбол! Футбол! Коллеги, через 2 дня, 25 мая, последний звонок, а у нас ничего не готово. Ни номеров, ни сценария, ничего. Уайымдама, күйі бар.
Только Ну и К? фанфары включу. Только К и фанфары нам этого недостаточно. У нас есть поздравления от учителей. Өмірде дұрыс жол таңдауларыңызға тілектеспіз. Сендер таңдаған жол сәтті болатынына сенеміз. Біз, ұстаздарыңыз, сендерді абыройы асқақ тұлға ретінде тәрбиеледік. Білім ізденісінде көмектесіп, қиын шақта қолдау көрсетуге тырыстық. Мектепте алған білімдерің өмірлік қажеттілікке жарап, табысты тұлға болуға өз септігін тигізеді деген ойдамыз. Өздеріңе, өз қағидаларыңа және мектеп достығына бек адал болыңдар. Дорогие ребята, от всей души поздравляем вас с успешным окончанием школы. Завершился еще один важный этап вашей жизни, и вот вы уже выпускники. Последний школьный звонок – это символ окончания беззаботного детства и начала звонкой юности. Вам предстоит открыть дверь в совершенно новую жизнь. Пусть успехом заканчиваются все ваши начинания, а будущее не обманет ожиданий и надежд. Пусть оно будет щедрым на искреннюю любовь и верную дружбу. Remember that this school will always be your second home, and the teachers will always be your wise mentors. You have already passed the baton of knowledge acquisition to the first graders. Now, strive forward. Do not be afraid of steep ascents. Always climb up the mountain, and you will summit the peak. Біз балалардың өз ата-аналарын қалай жақсы көретіндерін білеміз. Ата-аналар да өз балаларын жүректерінің жолы бұрышында сақтап, ерекше сүйіспеншілікпен сүйеді. Бала бауыр еті деген сөз тегін айтылмаса керек. Жанға қуат, көңілге демеу. Сөз кезегі құрметті де қадірлі ата-аналарымыздың атынан Абдрахманов Самат Хамитовичке беріледі. Құрметті ұстаздар және түлектер, сіздерді барлықтарыңызды бүгінгі мектеп бітірушілер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Ұлағатты ұстаздар, сіздер осыдан біраз жылдар бұрын біздің балаларымыздың ең жақын адамына айналдыңыздар. Біз ата-аналар сіздерге үлкен сенім арттық. Сіздердің біздің балаларымызға білім нәрін құйдыңыздар. Сонымен қатар адамгершілік пен ізгілікке, мейірімділік пен мәдениетке тәрбиеледіңіздер. Сіздердің ұшаң теңіз еңбектеріңіз үшін, маңдай терлеріңіз үшін сіздерге алғысымыз шексіз. Осы орайда Абайдың сөзін айта кетуге болады. Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға. Осы сөздерде ұстаздар жалпы еңбек қажымай, балаларымызды оқытуына, білім беруіне қажымай еңбек етіп келесіздер. Оған баршамыз куәміз. Жас түлектер, сіздер үшін әрине бүгін ерекше күн. Өйткені сіздер осы білім ордасын аяқтағалы отырсыздар. Келесі кезеңге алдағы биік белестерді алуға ұмтылайын деп жатырсыздар. Сіздерге әрқашанда сәттілік тілегім келеді. Еліміздің беделді, патриотты, жақсы беделді азаматтары болуларыңызға тілектеспін. Сегодня для вас прозвучит поздравление от молодого певца, известного миллионам слушателей и зрителей во всем мире, обладателя престижной премии Top Chinese Music Award Димаша Құдайбергена. Құрметті Назарбаев зияткерлік мектебінің ұстаздары және де жарқын өмірге, болашаққа жарқын кемел қадам басқалы жатырған барша мектеп бітіруші түлектер. Сіздерге ең алдымен шын жүректен зор бақыт, мол бақыт, қажымас қайрат тілегім келеді. Болашақта аңсаған армандарыңызға, көздеген мақсаттарыңызға жетіп, еліміздің ертеңі үшін талмай, тынбай еңбек етіп, еліміздің тұғырын биік-биік белестерден
көрсетесіздер деген үміттемін. Барлық арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Аман болыңыздар. Дарынды, жалынды, ақылды, білімді. Қанекей түлектер ортаға шығыңдар. Сендердің жолдарың бүгіннен басталсын. Даңғыл жол үстінде салтанат құрыңдар. Жүректері лүпіл қаққан, қимастық пен қуаныш, аңсау мен арман сезімдері, араласқан шәкірттік сәттің соңғы, өмір жолының алғашқы қадамында тұрған жас түлек. Ендігі сөз кезегі өздеріңізде. Бүгін біз алтын ұямызбен қоштасып, біз үшін екінші үй болған мектебімізге шексіз алғысымызды білдіреміз. Мектеп қабырғасында біз еш қиындықтарға мойымай, сыни ойлау мен бір-бірімізге демеу көрсету арқылы өмір белестерінен сүрінбей өтуге үйрендік. Біздің білімді және рухани тұрғыдан жетіліп, бәсекеге қабілетті көшбасшы азаматтар етіп тәрбиелеу үшін барлық мүмкіндіктер жасаған мектебімізге шын жүректен рахмет айтамыз. Нам хочется поблагодарить школу за огромный вклад в каждого из нас. Спасибо за знания, заботу, поддержку и вечный стимул. Спасибо за то, что верили в нас и всегда помогали. Искренне хотим оправдать ваши надежды и достичь тех высот, к которым вы нас подталкивали всеми силами. Благодарим вас за все и желаем вам всего самого наилучшего. The most sincere and heartfelt thank you to the school, which provided us all with support, guidance, and precious life lessons. Thanks to school for providing us with all the knowledge and moral support we need to be able to face our future. Your students will always keep you in their hearts. Әр мектепте соңғы қондыру мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Кеше ғана мектеп табалдырығын аттаған сияқты едік. Бүгін міне 12 жылдың қалай зулап өткенін байқамай да қалыппыз. Санаға ақыл ұялатқан, арманды алдан қиялатқан, балалардың өмірді ұғуына себеп болған, әр кезде еңбегін аямаған біздің ұстаздарымызға алғысымызды білдіреміз. 6 жыл бойы осы мектеп қабырғасында бізге өз қамқорын, өз қолдауын білдіріп білген барлық кураторларға алғысымызды білдіреміз. Біз осы мектепте тәлім-тәрбие ала жүріп, болашағымыздың іргетасы фундаментін қаладық. Дәл қазір сол күндерге деген сезімді бастан өткеріп қойсақ та, ертеңгі болашағымызды ойлап жүргеніміз лүпіл қағып тұр. Одно непрочитанное сообщение. Знаете, немногие могут сказать что-то хорошее или что-то благодарное в адрес школы или учителей. По правде говоря, в момент обучения для многих школа кажется тягостью, ненужным грузом и тем, что отнимает их время, порой, казалось бы, пустую. Мало кто ведь понимает, что школа — это не только одни лишь знания, уроки, перемены и бесконечные череды элективов с дополнительными занятиями. Ведь на самом деле, несмотря на все трудности и весь тот стресс, появляющийся на фоне оценок, суммативных и формативных работ, рано или поздно каждому из нас приходит осознание того, что ты вовсе не хочешь покидать это место, что оно стало тебе родным, что люди, которые окружали тебя каждый день за партой, у доски, за столом в столовой, стали твоей семьей. Семьей, которая никогда уже не забудется. А учителя, в которых раньше мы видели надзирателей или тех, кто постоянно заставлял ходить на бесконечные пересдачи, в один момент воспринимаются как наставники, как те, кто указывает тебе верный путь в свое светлое будущее. Каждый из нас хоть и рад окончанию школы, что теперь перед нами раскрылись двери в мир больших возможностей, но каждый из нас в глубине души опечален тем, что школьные годы-то уже закончились, что больше не будет шуток про учителей и постоянных дискуссий о справедливости твоей оценки, да даже о том, кто в этот раз будет просить перенести прозванный экзамен, лишь бы быстрее пойти домой поспать. И несмотря на трудности, каждый из нас любит это место, и каждый из нас благодарен учителям, персоналу, завучам, директору, да и школе в целом за все то время, что мы провели в этом чудесном месте.
Знаете, так или иначе, школа — это наш второй дом, а покидать свой дом, всегда непросто, а потому огромное спасибо и низкий поклон всем учителям, кураторам и всем остальным. Огромное спасибо, и мы никогда не забудем наш дом, в котором нам, скорее всего, всегда будут рады даже после выпуска. Еще раз спасибо и до встречи. Сегодня мы вылетаем из родного гнезда. Гнезда, в котором мы, как птенцы, резвились, учились летать и высчитывать траекторию своего полета. Каждый из нас в той или иной мере донесет до своих внуков особенности тригонометрических функций и разнообразие химических элементов. Но мы все равно испытываем благодарность ко всем учителям, к завучам, к директору и всем сотрудникам школы, терпевшим наши пробные полеты и падения. Спасибо вам, что относились к нам снисходительно, как к детям, и учили нас быть взрослыми. Мы говорим спасибо за то, что все эти годы вы учили нас думать. Думать на уроке, думать в коридоре, дома, думать на улице и даже за стенами школы. Самое главное призвание ребенка – это стать человеком, и вы из года в год приближали нас к этому идеалу. А эти уроки бесценны. Вы не только тратили на учеников свое время, вы тратили свои нервы и силы души. Родители имеют одного или нескольких детей, у вас же их сотни. И пусть в наших головах, возможно, и дует ветер, но ваши слова навсегда останутся и будут жить в наших сердцах. Спасибо. Право дать последний звонок 2020 года предоставляется выпускникам, претендентам на знак Алтын белгі и аттестат особого образца. Сіздер үшін мектеп енді сағымдай, елестейді жылдар өте қалыңдай, жез қоңырау үні естілген сәттерді, қалай ғана еске алмайсың сағынбай. Мерекелен қызбен, праздником вас, ребята! Осымен, армандарға жетелейді қоңыраудың сыңғыры атты жиынын жабық деп жариялаймыз. Сәт сапар, аман сау бол төл тілегім. Ел жүрек мүпілдейді ел жүрегім. Таба біл, өз орынды қателеспей. Бұл біздің тәлімгерлік ақ тілегім. Живи, ни секунды, ни дня не теряя. Удачи тебе впереди. Поверь, что мечта воплотится любая. И к цели заветной иди. I believe you can fly. The sky is your limit. Spread out your wings and soar high. Congratulations and best wishes. Сет Сапар, в добрый путь!